Жұмыстар Алталаш, Алматы қаласы 2024 жыл қаңтардың 5-і 2022-де қаза тапқан боздақтарға Құран оқуға бағыштауға келдік. Міне азаматтар. Рысбек Сәрсенбай ағамыз сөз сөйлеп жатыр. Оның өзінде ол халықтың арасынан шыққан жоқ. Ол биліктің өзінің арандатушылары. Әңгіменің ашығы Назарбаев пен Тоқаевтың билікке таласуынан туған нәрсе. Рас қой? Оны кеше Тоқаев өзі ана Егемен Қазақстандағы сұхбатында да мойындап айтып отыр. Қаңтардың оқиғасының шығуының себептерін көрсетті. Негізгі себептер ол көп жылдардан бері қарай қордаланған мәселелер. Биліктің дұрыс жұмыс атқара алмауы, экономиканың төмендеуі, іріп-шірігендігі. Ал соған кім жеткізді? Жалғыз Назарбаев па? Тоқаевтың өзінде кемінде 13-14 жыл жоғары қызметте болды. Сенаттың төрағасы болды, премьер-министр болды. Басқасын айтпағанда, сенатқа 2 рет келді. Сол ірі қызметтің өзінде 13-14 жыл болды. Демек, жаңғы айтып отырған нәрсесіне өз кінәлі. Халықтың әлеуметтік, тұрмыстық жағдайы нашарлады. Қоғам деградацияға ұшырады. Билік дағдарысқа кетті. Тура жолмен жүрген жоқ. Демократия, ұлттық мемлекет орнату жайына қалды. Соның салдары, негізгі себеп сода. Мінекей соны мойындады, мойындауға тиіс болды. Өйткені шындық сол еді. Бірақ кінәні халық тартып отыр. Қайтыс болғандарды жатқан жерінен қаздырып алып, қайтадан тексеруден өткізіп, соларды соттады. Ұялмай, қызармай, әр уақыт соттады. Бұл да Қазақстанның бұрын соңды тарихында болған нәрсе емес еді. Міне сол масқараға бар. Қазір ғана әңгімелесіп, Айгөркемнің жайын сөз қылып тұрмыз. Әкесі тұр. Айгөркем ол қазақтың қасіретке ұшыраған жас сәбилердің, періштелердің символы. Әрқайсымыздың үйімізде бір Айгөркеміміз бар. Құдайға шүкір олар тірі жүр, шапқылап жүр. Ал бір Айгөркеміміз жоқ күшті ғой. Өліктің ішінде, жазығы жоқ кінәсі жоқ. Қаншама адам кетті. Түрменің өзінде 9 адам қаза тапқан, кейін оның санын 6-ға азайтты. Оққа ұшқан жарайды, полицияның қорғаудың қызметкерлері, олар да бар. Олардың да кінәсі жазығы жоқ. Олардың бәрін жаңғы мәсімді соттады, солардың бандылары, солардың арандатушылар істеді. А неге соған Тоқаев жол берді? Неге бейбіт шеру өткізудің заңдылығын сақтамады? Бейбіт шеруге шыққан халықты қауіпсіздігін қамтамасыз етпеді. Неге сондай арандатушылардың болатын біле тұра соған дейін жіберіп қойды? Бұл қазіргі президент Тоқаевтың кінәсі, қателігі. Одан кейін ешқандай ескертусіз қырып салуға, оқ атуға бұйрық берді. Жарлық шығарды. Бұнысы да заңсыз, бұнысы да қылмысты жарлық. Соның салдарынан қаншама адам оқ түсті. Қазір азапталған, қорланған полициядан, ұлттық қауіпсіздік қызметкерлерінің жабайы, тағы жендеттерінен қайтыс болғандар, мүгедек болғандар, жәбірленуші ретінде танылғанымен жаңа қылмыс жасағандар сотталып жатқан. Тағы да әділетсіздік. Біз осының бәрін мына қаралы күнде айтуға тиіспіз, еске алуға тиіспіз. Билік ондайды қайталаспас үшін, жол бермес үшін, көп болып, халық ел болып, осыны көтеруіміз керек, осыны айтуымыз керек. Өттері жарылып кетсе, бізді қамайды, соттайды, заңсыз митинг өткізді, өйтті, бүйтті деп кінәласа да, айыппұл салғызса да, 10-15 тәуліктен отырғызса да, біз айтады сөзді айтуымыз керек. Айтады сөзді айтқан үшін Думан Мұхаммедкәрім отыр, Айгерім отыр, Марат отыр, Жыланбай, Қалас отыр. Толып жатқан тағы басқа да біздің серіктеріміз, белсенділер отыр. Не үшін? Олардың бәрі анаған айтқанда, халықтардың ақиқатын айтқанды біз. Бүйтем сөйтем деп сөйлейді екен бұлшылдап. Депутаттан қайыр жоқ, аштан өлер жайым жоқ.
дөкейлерді тонасам кетер ме екен жазым боп деп осы әңгімені 1995 жылдан бері билікке айтып келе жатырмын. Сол билікке жақын жүретін ана депутаттардың әрқайсысына Назарбаев туралы жазғандарымды 95 жылдан бері қарай беріп келе жатырмын. Одан бері Серік Әбдірахмановқа да, Шахановқа да бәріне бердім осы жазғандарымды. Сонда солардың бірде-біреуі Назарбаевқа осы әңгімені айтпапты. 1912 жылы білесіздер, Рысбек ағам біледі, сол қонақ үйінде митингі болды ғой, елесіңізде ме? Сонда мен айтқан едім, былай деп, тыңдасаңыздар тағы да қайталап айтып берейін. Еліне қатер төнгенде аттандаған аласың, аттан деген айғаймен жалғаған елдің аласың, арасын, білдігін қайда арашың, егемендік алса да еңіреп жүрген алашың, опасыз мына билікке алданып күнде барасың, үміт күтпе биліктен жемқорлыққа келіккен, жағыны мен күн өткен, шығармайды түнектен, қазағымды жүдеткен, билік елді іріткен, ойланып толған аттан алталастың ұлдарым, аттан алталастың қыздарым, аттан қазақтарым қырдағым, аттан қаладағы ойдағым, аттан тайдар тақтан, біріңе бірің сүйеу оп, билікті тайдыр тағынан, қазағымды аздырды, барынан да жоғынан, тайдыр бәрін тағынан. Жағынсаң да өлесің, табынсаң да өлесің, мақтасаң да өлесің, даттасаң да өлесің, мына билік тұрғанда көресіңді көресің. Егеменді келес боп, есің ауып келесің, көрсұлттардың өкілі сорлы қазақ демесін. Қолымызда ұрандап, Исатайдың найзасын, Махамбеттің жебесін, Райымбектің сен серен, Қабанбайдың шоқпарын. Ойлан, толған, қазағым, Жаңаөзенге оқ аттың, адайларды сорлаттың, Оралманды тоқтаттың, бұл бұйрықты неге айттың, тағымды тартып алар деп, Заманбекті неге аттың, сырымды ашып қойды деп, Алтынбекті неге аттың, тыныш жатқан қазақтың қояншығын қояттың. Арқан керген Жаңаөзен, шетпе деген соғрымыз, қанымды ішіп қаңғылдау, биліктегі сорлымыз, ұшағынан апаттың, неғып өлді сарбазың, 27 өмірді билік қалай жалмадың, боран тұман аяз деп, техникалық ағау деп, халықты неге алдадың, шындыққа жақын бармадың. Жауап бер, билік, жауап бер. Елбасы отыр көз қысып, билік отыр көл күрсіп, бермеген ай Құдайдың, елбасыны жөнді қып, халық неге жасқаншақ, елбасы неге мақтаншақ, болмасын ертең ұрпағың, сен сияқты жарансақ. Жетер енді Нұрсұлтан, өз жолыңды өзің тап, абыройдан айырылмай, пенсиялық тыныш жат. Ерлеріңді сұлатпа, желкесінен оғатпа, жанын бағып әрең жүр, қазағыңды жылатпа. Ойлан, толған елбасы, қоян өлсе қамыстан, өлмеді қазақ намыстан, ерлі көшіп ездігі қазаққа бүгін жабысқан, қайран батыр бабалар, ұрпағың жұрдай намыстан. Намысың қалды үзіліп, қаның кетті бұзылып, Қытай, Корей, орыспен тәніміз кетті кірігіп, туылды бала бұйығып, қанымыз жатыр сұйылып. Ойлан, толған қазағым, аттан алталастың ұлдар-ай, аттан алталастың қыздар-ай, аттан қазақтарым қырдағы-ай, аттан тайдар тақтан. Ой, бәрекелді! Армысыздар, Алталаш, Алматы қаласы, 2024 жыл 5 қаңтар. Осы 2022 жылы алаңда қаза тапқан озақтарды еске алып Құран бағыштауға келгенбіз. Бұл жақта енді жиналған азаматтар көбі қоғам қайраткерлері, желтоқсаншылар, қаңтаршылар, журналист, жалпы белсенділер. Оның ішінде Мұқалмас бірлестігінен мынау орталық алаң Алматы қаласы. Әкімшілік.
халық жиналып құран бағыштауға келді міне. Сайлауға атамыз. Не иттің сонда құны жаңағы дәрежесі өте үлкен Қаңтарда қаза тапқан, 6 қаңтарда қаза тапқан Айкөркемнің 4 жасар әкесі Айдос Меделхан ағамыз келді. Адамның жаңағы дәрежесі еш түрі жоқ. Ол қорлау. Ол қорлау. Таза қорлау. Айкөркем не жазды? Билікке де барып айтты мен. Жаңағы министерство жаңағы Минздравда да, маған ештеңе хотя бы ана қызды кішкене дұрыстап беріңізші. 17 жасар қызым қазір. Соны дұрыстайтын әрекет жасап беріңіздерші. Әне-міне қазір ұмытқанды мүлдем. Қазір қайқа барсаң да кешір болды дейді, шығарып салады. Олар заң бойынша өтемақы төлеуге міндетті. Денсаулығына келген залалды кетіру үшін, емдеу үшін, материалдық, сосын моральдық шығын төлеу үшін. Бұл мемлекеттің міндеті, заң бойынша. Енді біздің Досаев мырзаның жауабы тікелей маған жауап бермейді. Қасында енді орынбасарлары бар ғой. Оған 3 миллион бергенбіз қыз үшін. Болды, сонымен тыныш кете берсін. Ол ешқандай жаңағы қарастырылмайды. И жаңағы премьер-министрге де бардық, барады Минздравқа да бардық, кешіріңіз дейді. Сізге 3 миллион берген дейді, болды. 3 миллионның қаншауын жаратып тастадық уже. Біз қазір былайдан қарызға баттық. Кешіріңіз, ол сізді өзіңіздің личный проблемаңыз. Қазір айтатын жауаптары сол бар. Олар 3 миллион бердік деп әлде қандай ғой. Жаңағы сұрсағырды мұзғаларға 100 миллионға бақсау жейді. Әңгіме қайда? Енді бұның бәрі айналып келген кезде біздің президентіміздің қолында ғой. Жасайын десе, жасайды. Біздің президент онда жасатқысы келмейді ғой. Қарын ашылатын сол ғой, ашуға келетін сол ғой. Басқа біз аспандағы айды сұрап отқан жоқ. Хотя бы қызым де соны дұрыстап беріңдерші. Компромиске барам деп барғанмын алдарына. Қызым үшін барам компромиске. Ден соң дұрыстап беріңдерші еш болса. Енді Сөйлеп тұрған Айдос Меделхан деген азамат 4 жасар қызы неде алаңынан өтіп бара жатқан кезде оқ тиіп қайтыс болған. 17 жасар қызы бар, оған да оқ тиген. Қазір мемлекет тарапынан емге көмек берілмей жатыр дейді. Шындықты деген адам. Басқа талап етіп отқан ештеңем жоқ. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا الرحمن الرحيم يا بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس إله ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس والذين يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس والذين يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا إله إلا هو والحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
يهيدنا بشاي السمين حكمك إلا بما شواسها كرسي والسامة والأرض ولا يوقفه بسم الله الرحمن الرحيم أمن رسول بما أنزل إليه من ربه الأمين الإله وملائكته وقدوسه والرسول به لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمينا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ويبلغنا إلى نفسا إليك المكتسبات ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته والذين من قبلنا يا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله هو الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد سبحان الله العظيم يا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله هو الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد سبحان الله العظيم يا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله هو الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم يا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده رسول الله اللهم اجعلني من التوبين والمستغفرين بسم الله ولا أخيرا صدق الله العظيم اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وخينا بنا رزقنا ربي نديم والذين تمنى هذا وسخنا وجلينا ومن منا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله barakatuh olsun bavurlarım, parçalarınıza. O 18 bin kalamının yaratmıştı kıyamet kaybının kodası. Eliminin adliyetten birisi kudurut, permeni kalamet. Birim şefaatçı, rahmatım olur, Rabbim Allah Teala yaratmıştı da sana diyeyim. Olsun bugünkü kasiyetli, kuluk günümüz kasiyetli kelamı-ı Kur'an-ı Kerim bilgiler kurulan kasiyetli Cuma gününde hediye arnab okunan parça olsun Kur'an-ı Kerim'imiz Allah Teala bilgiler kabul edilir. Bu ömürde la ilahe illallah ya Muhammed Resulullah demekten parça mümin Müslümanların kusuruna baktarım. Allah Teala'mızın ilgili görgen süyükleyen kasiyetli İslam Peygamber'e Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizin ruhlarına, süyüklü megatlarına, Emine Şefacı'nda Hadis analarımızın ruhuna arnayı bağışladık. Rabbim Allah Teala sonымен birge olsun bugün arnayı bağışlap, kasiyetli Cuma gününde arnayı bağışlamadığın osudan 2 yıl burun tuğra bir 5 Kantar günü kan kasapқа salınған бүгінгі 30 жыл опасыздық жасаған Назарбаев бастаған биліктің қолдан ұйымдастырған, әдейі ұйымдастырған билігінен болған қан қасаптан марқұм болғандардың рухына бағышладық Раббым Алла Тағала. Қазақстанымыздың барлық жері қан бөктерді. Алла Тағала жазықсыз кетті баршаларың, марқұмдардың айкөркемдей періштеден бастап барша жазықсыз жандарымызды қан қасапқа шотыртқан биліктің Алла Тағала жазасын бір өзіңе тапсырды Раббым Алла Тағала. Қандыгөл, Құнығөл, Назарбаев бастаған бүгінгі барлық биліктің басында отырғандардың завалын бергізе көр Раббым Алла Тағала. Жаратушы жасаған ем сол марқұмдардың жандарын жәннаттан қыла көр, топырағын торқа қыла көр, мінгендерін пырақ қыла көр, жаққандарын шырақ қыла көр, ішкендерін кәусар бұлақ қылып, алдын пейіш, артын кеніш қыла көр Алла Тағала. Жаратушы жасаған ем жазықсыз мынау бейбіт шеруге шыққан халықтың әдейі арандатып ұйымдастырған Назарбаев бастаған опасыздардың қанды қол қылмыскерлерінің Алла Тағала жазасынан марқұм болды. Шахидтердің қатарына қоса көр Раббым Алла Тағала. Осы Қазақстанымның жолында тәуелсіз еліміздің болуына, үлес қосуына атсалысып жүрген азаматтардың бүгінгі ұйымдастырғаны, сол марқұмдардың еске алып отырған жиынын ағыштаған Құранымыздың Раббым Алла Тағала қабыл ете көр Алла Тағала. Жаратушы жасаған ем, мына бүгінгі биліктің басында отырып солардың құйыршықты кландары, солардың жасап жатқан қылмыстарында Алла Тағала бір өзіңе тапсырдық. Халқым бояу болсын, көкірек көзін оята көр Алла Тағала. Жаратушы жасаған ем, жастарымызға, азаматтарымызға, көкірек көзінде бояу азаматтардың мынау бейберекетсіздікке, опасыздыққа жол бере көрмеңіздер. Раббым Алла Тағаланың жаратушы жасаған ем осы марқұмдардың Алла Тағала кегін қайтару жолында, әділетті ақиқат жолына күресуге баршаңызды дайын болуға шақырамыз Раббым Алла Тағала. Жаратушы жасаған ем қолдаушымызда, қорғаушымызда
Sıyınarımızda, suyunurumuzda bir özün Allah Teala elimizin tevhidliği bayandı olsun. Köktü bayrağımız asmandan düşmeye gelbirep bodanlıktın boğu noktasın. Kazақтың басына бұдан бұлай кегде көрме жаратушы жасаған ем. Ата бабамыз аттан түспей жанын беріп, қанын төгіп, ақ найзаның үстімен, томпілектің үстімен қорғап, артындағы үрімбұтақ ұрпағını мына біздерге мұра мирас аманат қылып қалдырған қасиетті киелі жеріміз қазағыма қазағымның үрімбұтақ ұрпағына бұйырып, ұлтарақтай жерімізді жау дұшпан табанына таптата көрме Алла Тағала. 30 жыл ойран салған Назарбаев Нұрсұлтанның ойранынан Алла Тағала халқымызды құтқара көр. Миллиардқа бұрлаған қазынасын, халқымыздың қазынасын қайтарта көр Алла Тағала. Я Раббым Алла Тағала марқұм болғандардың отбасыларына, бала-шағаларына, туған туыстарына Алла Тағала жасаған ем жақсылығыңды бере көр Алла Тағала. Сол марқұмдардың артында қалған үрімбұтағына жақсылық бере көр Алла Тағала. Елімізді аман, елімізді тыныш қылу үшін азаматтарымыз атқа қонсын. Ақиқаттың жолына қолдарыңызға Алла Тағала осы биліктің ойына келген істікке Алла Тағала осында қасиет берсін сіздерге. Көкірек көздерін оятып, қайым парасатты бола көрсін Алла Тағала. Жүректеріне от бере көр жаратушы жасаған алдымыздағы сонда да осы ата бабамыз осы күнде армандап қанын төгіп кеткен бауырларымыздың, ата бабаларымыздың рухы, аруағы сонда ғана сіздерге риза болады бауырларым. Я Раббым Алла Тағала жаратушы жасаған ем. Бүгінгі арнап оқыған осы Құран сауаптарымызды ұйымдастырып, осы бауырлардың, марқұм болған бауырлардың еске алып отырған баршаларының дұға тілектерін Алла Тағала қабыл ете көр Алла Тағала. Осы азаматтарымыз аман болсын, өмірлерінде қуанышты бола берсін, шаңырақтар шаттыққа тола берсін, әрдайым тілектері қабыл болып бастарына бақ дәулет құт береке қона берсін. О жаратушы жасаған ем бір өзің қолдаушымызда, қорғаушымызда, сыйынарымызда, сүйенерімізде Алланың жолын таңдаған, ақиқаттан таймаған, ел басына күн туған екі талай кездерде халқының қамын ойлаған, Маңғыстауда Пірбекет, әулие Батыр Райымбек, Ер Бахадүр Жалаңтөс, Қаракерей, Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Шапыраш Наурызбай, Батыр Тарақты Байғозы, Айбынды Батыр Бұланбай, 300-дің басып қосқан қадірлі Кемеңгерім Қанабылай, Керей менен Жәнібек, Кенесары Наурызбай, Жанғожа, Сырым, Ересет, Көтібар Батыр, Жампол, Жайсан аталарым, Алмат, Самрат Тасемен, Исатай, Арон, Атабек, Мәди менен Махамбет, Амангелді Осман Бекболат, Желтоқсанды қаһарман батыр ерлерім, қайратым мен ерболым, сәбирам мен ләззатым, қара бура тек тұрмас, жалаңаш әулие пірлерім, елем жебеп жәрдем ет. Уа аруақты әулие батыр баба пірлерім қолдай көр, пәле желелерден қорғай көр, қайда жүрсе жол беріп, сапарын қазағымның Алла Тағала оңдай көр. 24 ұлы пайғамбар, 33 мың сахаба, 119 мың періште, 99 мың машайық, 88 мың саруар, лай берен 40 жылдан әулием бірлеріміз қазағымызды қолдай көр. Осы бүгінгі қол жайып дұға тілектерімізді Раббым Алла Тағаламыздың дәргей пәрменіне өздеріңізге аманат. Ва Раббым Алла Тағала қазағымызға қорған боп, әділеттің ақиқаттың орнаттырып, осы Қазақстанымызды аман қылып шейіт кеткен марқұмдарға Алла Тағала бір өзің дар бола көр. Раббана атина фи дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабинар бирахмат. Аллаху акбар, ла илаха иллаллах. Аллаху акбар. Амин. Амин. Қабыл болсын бауырларым. Қабыл болсын.